короче, орыстардың бір Дон Жуан бабник бір жігіт қайтыс болады ғой. И, короче, әйелі өшімді алам дейді ғой, короче, жаңағы енді изменять екен ғой кезінде. Олар костюм шалбармен жерлейді, короче. И тыр жағаңа жерлеп тастайды ғой. Прикинь. И жақсы көретін бір любовницасы бар екен да. Болсын басынан бастап жөндеп жерлейін дейді, костюм шалбар сатып алады да. Жаңағы жерлейін деп гробты қазады ғой, короче. Ашық болса, ешкім жоқ, прикинь, гробтың ішінде. Ана мужик жоқ. Мужик жоқ, короче. Сөйтсе, мынандай кішкентай бір записка тұрады ғой, короче. Ашып оқып қалса, не дейді десе, 4 гробтан кейін маникюршісі Катяның қасында боламын деп айтады. Мынандай қаңғаш, тұрдай жалаңаш қыз ғой. Такси тосып тұр да. Голый. Киімі де жоқ. Түк жоқ, тыр жалаңаш деп тұрмын ғой. И такси тоқтайды, короче. Қайға дейді, центрға 500. Отыр. Отырғызып алып, кетіп баратыр. Ана таксист қызға тесіліп қарап тұрады ғой, короче. И ана қыз жынданып кетеді ғой, айтады. Ағай, не болды сонша? Тесіліп қарап тұрсыз. Не, жалаңаш қыз көрмеп пе едіңіз дейді ғой. Сөйтсе ана таксист бетіне қарап тұрып. Жоқ, қарындас, жалаңаш қыз көргем. Просто ана 500 теңгені қайдан шығаратыныңды білгім келіп тұрды ғой.